Балалар, осы көңіл күйімізбен шаттық шеңберін құрайықшы, келіңдер ортаға. Келеміз. Тұтаймыз мына жерден. Бір шаңырақ астында Қазақстанда тұрамыз, бірге сайран тұрамыз, бір үйдеміз отырамыз балалар. Жақсы, отырамыз, Айсұлтан отыра ғой. Балалар, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғанына биыл 31 жыл толып отыр. Өз бетімен ешкімге бағынбай өмір сүрген елді тәуелсіз ел деп атаймыз. Осы тәуелсіздігімізді алу үшін қазақ халқы талай қиындықтарды бастан кешірді. Және де бүгінде еліміз өркендеп жайнаған тәуелсіз Қазақстан. Балалар, сендердің тәуелсіздікке байланысты және де қыс мезгіліне байланысты жаттаған тақпақтарың бар ма? Олай болса, мына жаққа келіп айтайықшы, келіңдер. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн, ерекше болып мәңгілік ел жадында қалған күн. Айтамыз. Айтамыз, айтамыз. Тәуелсіз. Айтамыз. Отусын айтамыз. Сен айтамыз. Al tutsun, sen aytarsın. Ой, бәрекелді. Отырамыз балалар. Балалар, бүгін ауа райы қандай болып тұр? Күн жылы, аспан ашық. Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде қанша ай бар? 3 ай бар. Қандай? Ақпан. Балалар, қарайықшы мына суретке. Менің қолымдағы суретке қараңыз. Не көріп тұрсыңдар? Қар, тағыда. Бұл жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Күн суық болады, қар жауады. Балалар немен ойнайды? Қармен ойнайды, және де шанамен ойнайды. Балалар, қыс мезгілінде не жауады? Қар жауады, ақ ұлпа қарлар жауады. Міне сендердің алдарында қазір ақ ұлпа қарлар тұр. Осы қарлармен тыныс алу жаттығуын жасайтын боламыз. Мұрнымызбен демаламыз, аузымызбен мына стаканға трубочкамен үрлейтін боламыз. Кәне барлығымыз алайықшы қарларды. Мұрнымызбен демаламыз, аузымызбен үрлейміз.
Айзере жасағады. Султан, мұрныңмен демал дұрыстыңнан, мені қозғадың. Тағы, мұрныңмен бір демал. Алпамыз. Тап тұрды. Жарайсың. Орнымызбен демаламыз, аузымызбен үрлейміз. Енді балалар қараймыз. Менің қолымда тағы да мына жерге қоямыз. Менің қолымда тағы да ұлпа қаралар бар. Осы қараларды мен мына стакандардың үстіне қоямыз. Сол қараларды үрлейтін боламыз, иә? Енді стаканның үстіндегі қараларға үрлейміз. Кәне мұрнымызбен демаламыз, аузымызбен үрлейміз. Ұшырамыз қараларды. Жоқ, мында. Мына жерде стаканның үстінде қараларды үрлейміз. Кәне Султан үрле. Жақындап үрлейміз, иә? Жақындап. Ұша берсін. Ұша үрле. Жарайсыздар балалар. Балалар, енді алдарында сендердің айна тұр, иә? Осы айнаға қараймыз. Айнаға қараймыз. Тіл жаттығуларын жасаймыз сендермен, иә? Балалар, біз бұрында жасап жүрген тіл жаттығуларымыз бар, иә? Бірінші жаттығуымыз тәтті бал. Жоғарғы төменгі ернімізді тілімізбен жалаймыз, айнаны жылжытпаймыз. Кәне, қолымызбен ернімізді жалаймыз, жоғарғы төменгі ернімізді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығуымыз сағат жаттығуы. Қолымызды былай қоямыз. Тілімізді оңға, солға қимылдатамыз. 1. Басымызды емес, тілімізді 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығуымыз качеля. Тілімізді мұрнымызға, иегімізге созамыз, иә? Түсіреміз, тілімізді көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ұлттысын қолымызды көтереміз. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығуымыз ат шабысы. Таңдайымызды баяу жылдам қағамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығуымыз тіс тазалау. Айнаға қараймыз. Жоғарғы төменгі тісімізді тілімізбен тазалаймыз, иә? Қолымызды осылай қоямыз, айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді орнымыздан тұрайықшы. Орнымыздан тұрамыз. Орнымыздан тұрайық. Қолды белге қояйық, оң жаққа бір бұрылып, сол жаққа бір бұрылып, терең демді алайық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді қазір мен отырамыз орнымызға. Екі оқушыдан менде осындай нейрокілемше бар, иә? Осы кілемшенің үстінде секіретін боламыз. Бірінші бізде Ұлтусын мен Султан келіңдер. Ай Султан. Алпамыз Айзере. Келе ғой. Отырамыз. Отырамыз, жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін сендермен біз р дыбысын айтып үйренетін боламыз. Ол үшін
Қараймыз бәріміз айнаға р дыбысының артикуляциясымен танысатын боламыз. Біз р дыбысын айтқан кезде тіліміз жоғарғы тісіміз айнаға қарайықшы, ұлтысын айнаға қараймыз. Р дыбысын айтқан кезде тіліміз жоғарғы тісіміздің артында, тіліміздің екі шеті жоғарғы азу тістерімізге тиіп тұрады екен. Және де ішімізден шыққан ауа ешқандай кедергісіз діріл арқылы тілімізден шығады. Олай болса, бірінші сендермен р дыбысын фрикативті дайындайтын боламыз. Тілімізді жоғарғы тістің артына қойып, аузымызды ашып ж деп айтайықшы. Аузымызды ашамыз, а. Тілімізді жоғарғы тістің артына қоямыз, ж. Енді тілімізді жоғарғы тістің артына қойып, тыда деп айтамыз. Тыды. Балалар, енді сендермен қазір біз р дыбысын өзіміз айтып көреміз, я? Р деп айтайықшы, тілімізді жоғарғы тістің артына қойып, аузымызды ашамыз, тілімізді көтереміз. Енді сендермен машықтандыруға арналған буындар айтамыз. Ра. Ро. Ре. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді мен сендерге қазір р дыбысына байланысты сөздер беремін. Мына жерде құмның арасында суреттер жасырылған. Осы суреттердің ішінде қай суреттің атауында р дыбысы бар, сол суретті табатын боламыз. Құмның арасындағы жасырынған суреттерді ашып көреміз қолымызбен. Іздейміз, қолымызбен ашамыз суреттерді. Суреттерді ашып. Суреттердің бәрін ашыңдар. Суреттердің бәрін ашып болдық па? Енді балалар, қараймыз. Суреттерді көрсетеміз маған. Орнымыздан тұрамыз. Сенде қандай суреттер бар? Атауларын айтшы суреттердің. Қай сөздердің атауында р дыбысы бар? Ара. Робот та бар, я? Тұрамыз алпамыз орнымызда. Міне алпамыз қараш, сенде қандай суреттер бар екен? Алма. Кілем. Ракета. Және робот. Қай сөздерде р дыбысы бар? Алма деген сөзде бар ма р дыбысы? Жоқ, я? Ракета, робот деген сөздерде бар екен. Ұлтосын, сенде қандай суреттер бар екен? Көрсетші бізге. Қай сөздерде р дыбысы бар? Жоқ, қараймыз міне. Бізде робот деген сөзде ғана р дыбысы бар екен, я? Сұлтан, көрсетеміз суреттеріңді. Отырамыз. Қандай суреттер? Ракета. Саған тек қана ракета суреттер шыққан екен, я? Ракета сөзінде р дыбысы бар ма? Бар, я? Отырамыз. Енді балалар қараймыз. Менің қолымда осындай ақылды күшіктер бар. Қазір біз күшіктерді үйге жеткізу үшін мына құмды пайдаланамыз алдарында тұрған. Мен сендерге үйді беремін, күшікті үйшігіне ырылдатып жеткізетін боламыз, өзінің сүйегіне.
мен сендерге көрсетейін. Міне, қараңыз, сурет құмға былай қолымызбен ирек арқылы саламыз. Күшікті үйге жеткіземіз. Деп. Күшікті үйге жеткіземіз. Ырылдатып. Міне, отосын қараймыз. Деп жүргіземіз. Қане бәріміз жүргізейікші? Айтамыз. Деп. Деп айтамыз, отосын. Жүргіземіз. Жүргіземіз содан күшікті. Мен содан күшігіні. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді қазір сендермен біз менің қолымда осындай тактильді доптар бар. Осы доптармен сендермен сенсор моторлы жаттығу жасайтын боламыз. Ол үшін менде осындай доп бар. Бір оқушыдан келеміз. Кел, отосын, келе ғой. Отосын қараймыз. Мына жерде ыдыстың ішінде тұрған допты мына доптың үстіне жатып алып, мына кольцоның ішіне салатын боламыз, иә? Келе ғой. Жатпаймыз бірақ. Аламыз. Қол жетті. Екінші қолмен де ал. Жарайсың, отосын, отыра ғой. Нәппен келіп қой. Екі қолмен аламыз. Ой, жарайсың. Кел сұлтан. Қолымыз. Көтерме аяғыңды түсір. Кел. Оны сал. Енді балалар, осы доптармен қолымызға массаж жасаймыз, иә? Бұл бізде тактильді доптар. Міне осы доптар арқылы тактильді сезіп қабылдауымызды дамытатын боламыз. Қыспаймыз, қолымызбен қыспаймыз. Қолымызда былай доптарды айналдырамыз.
Alға қарай 5 рет, кері қарай 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі кері қарай 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да алға қарай 1, 2, 3, 4, 5. Кері қарай 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы доптарды бұлай қолымызда жүргіземіз. Алақанымызда қарайықшы. Қолымызбен ұстаймыз. Келесі қолымызбен, сол қолымызбен. Оң қолымызбен жасаймыз. Енді балалар қараймыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз, я? Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындыламас бұрын бірінші қыс мезгілі туралы сендер маған айтып беріңдерші, қыс мезгілінің қандай ерекшеліктері бар екен? Қыс мезгілінде қар жауады, я? Күн салқын болады. Балалар не жасайды қыста қардан? Ақтала жасайды. Шаңғы тебеді, я, шаңғыда? Шанамен сырғанайды екенбіз, я? Осылай сабағымызды қорытындылаймыз. Бір-бірінен рахмет.